18 тамыз шекарашылар күні. Айтулы дата қарсаңында аудандық мәдениет үйінде салтанатты іс-шара өтті. Елімізде шекара әскерлері осыдан 34 жыл бұрын 1992 жылдың 18 тамызында экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен құрылған. Географиялық ерекшелігіне сай Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркіменстанмен шектеседі. Мемлекетіміздің құрлықтағы шекарасының жалпы ұзындығы 13402 шақырым болса, су шекарасы 1430 шақырымға жетеді. Ал аумақтың қауіпсіздігі мен тұтас тыныштықты қамтамасыз етіп отырған шекарашыларды бүгін аудан әкімдігінің өкілдері арнайы құттықтады. Сіздерді аудан әкімі Болатбек Бекзат Сейсенқұлұлының атынан кәсіби мерекелеріңіз шекарашылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мемлекеттік шекараны күзету зор жауапкершілікті, батылдықты және отанға деген адалдықты талап ететін абыройлы міндет. Ел тыныштығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде шекара қызметінің орны ерекше. Шекарашылардың басты міндеті мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтпек болғандарға тосқауыл қою. Бұған қоса, ел аумағына қауіп төндіретін кез келген әрекеттің алдын алу да олардың жауапкершілігінде. Ел шебін қараға күзетіп жүрген әскерилер әріптестеріне жылы лебіздерін білдірді. Ел тыныштығы, ата-анамыздың, барша қазақ жұрттың тыныштығы осы шекарашылардың қолында. Сондықтан осы олардың отбасылары, ата-аналары, жұбайлары қолдап білдіріп атқанын соларында бір мерекесі деп санаймын. Сондықтан барлық осы шекара қауымын осы кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Әрдайым аспанымыз ашық, елімізде тыныштық, шекарамыз берік болсын. Қоса кетейік, жалпы Қордай ауданының аумағында 10-ға жоқ шекара бөлімі бар. Ел тыныштығын күзеткен қырық азаматтардан бөлек қызметтік иттер мен жылқыларда сапта. Жалпы өңірдегі әскерлер шамамен 300 шақырымда бақылауға алған. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Дәулет Акимов, Қордай, 24 Ньюс.